Өзіңді жақсы көруді дамыту техникасы. Мен мынадай қорытындыға келдім. Біз өзімізді жақсы көрген кезде, өз іс-әрекетімізді мақұлдаған кезде және өз-өзімізбен қалған кезде біздің өміріміз жайнай түседі. Тіпті сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Барлық жерде кішкентай ғажайыптар. Денсаулық жақсарады, қолға ақшаның өзі келеді. Біздің басқалармен қарым-қатынасымыз гүлдене түседі. Біз өзіміздің тұлғалық қасиетімізді шығармашылық негізде білдіре бастаймыз. Біз өзімізді бар жан тәнімізбен жақсы көріп, құрметтеген кезде және өз іс-әрекетімізді мақұлдаған кезде біз ақылдың белгілі бір ұйымын жасаймыз. Осыдан қоршағандармен ғажайып қарым-қатынас, жаңа жұмыс, біз тіптен жүдейміз, өзіміздің қалыпты салмағымызға ораламыз. Өзіңді мақұлдау мен өзіңді қабылдау біздің өміріміздегі оң өзгерістердің кілті. Өзіңді бұлай жақсы көру ешқашан, ешбір жағдайда да өзіңді сынауға болмайтынын сезіну фактісінен басталады. Өз басымызды сынау біздің құтылуға тырысқан ойдың бейнесіне әсер етеді. Өз-өзіңді түсіну сиқырланған құрсаудан шығуға көмектеседі. Сіз жылдар бойы өзіңізді сынадыңыз, сонда да бұдан ешқандай жақсылық шықпағанын естен шығармаңыз. Өзіңізді жақсы көруге тырысып көріңіз және бұдан не шығады екен байқаңыз. Өзіңді жақсы көру деп ешқандай эгоистік жақсы көруді немесе өзін жақсы көруді нысана ету емес. Өзін жақсы көру демек өз басыңның тірлік кешу фактісін мерекелеумен өмірдегі сыйы үшін Құдайға шүкірлік ету. Өзіңді жақсы көру демек бәрінен бұрын өз басыңды құрметтеу. Өмір процесінің өзіне деген жақсы көруді сезінемін. Тірі болғаныма қуанамын. Өзім көріп тұрған сұлулыққа қуанамын. Басқа адамға деген жақсы көруді сезінемін. Білімге деген жақсы көру, ойлау процесіне деген жақсы көру, денеме деген жақсы көру және оның құрылымына деген жақсы көру, жануарларға, құстарға және барлық тірі құбылысқа деген жақсы көру, жаратылысқа және оның қалай құрылуына деген жақсы көру сезімі туралы. Сіз жеке өзіңіз бұл тізімге не қоса алар едіңіз? Ал енді біз өзімізді қалай жақсы көретінімізді байқайық. Біз үнемі өзімізге ұрсамыз және өзімізді сынаймыз. Біз өзімізді тамақпен, ішімдікпен және есірткімен улаймыз. Бізді ешкім жақсы көрмейді деген сенімді таңдаймыз. Біз толық хаос пен берекесіздікте өмір сүрудеміз. Біз өзімізге қарыз бен төзгісіз ауыртпалықты жасаймыз. Біз қадір қасиетті аяққа басатын ашыналар мен күйеуді немесе әйелді өзімізге тартамыз. Қандай жағдайда да, егер сіз өзіңіздің жетістігіңізді жоққа шығарсаңыз, бұл сіздің өзіңізді жақсы көрмейтініңізді білдіреді. Менің есіме көзілдірік киген өзімнің бір пациенткам түседі. Бір сабақ бойына ол өзін түп негізі балалық шақта жатқан бір қорқынышынан азат етті. Келесі күні ол оянады да көзілдіріктің өзіне енді қажеті жоқ екенін түсінеді. Оның жанары 100% көреді. Бірақ үнемі өзіне мен бұған сенбеймін деп айтып, бүкіл күнді өткізеді. Сөйтіп ол келесі күні тағы да көзілдірік киеді. Біздің санамыздан тысқары ойымызда юмор сезімі жоқ. Ол өзіне 100% көретін жанар пайда болғанына тіпті де сене алмайды. Кішкентай балалардың мінсіздігін алайықшы. Сәби болған кездеріңізде сіздер қандай мінсіз едіңіздер? Балаларға мінсіз болу үшін ештеңе істеудің қажеті жоқ. Олар мінсіздіктің өзі және де біледі, олар жаратылыс аясы. Олар нені керек етсе, соны сұраудан қорықпайды. Өздерінің эмоциясын еркін білдіреді. Сәби ренжіген кезде бұл туралы көршілердің бәрінің білетінін сіз білесіз. Сондай-ақ, сіз сәби шаттанған кезде оның күлкісі бүкіл дүниені нұрға бөлейтінін де білесіз. Балалар махаббатқа толы. Кішкентай балалар махаббаттың жоқтығына төзе алмайды. Өсе келе біз махаббатсыз өмір сүруді үйренеміз. Сондай-ақ, балалар денесінің әрбір бөлшегін жақсы көреді. Тіпті өзінің қалдығын да. Сіздер де сондай болғансыздар. Ал сосын сол уақытқа дейін
қорқуға үйреніп алған үлкендерді тыңдай бастадыңыздар. Сөйтіп сіздер біртіндеп өз мінсіздіктеріңізді жоққа шығара бастадыңыздар. Келесі айна алдындағы жаттығу бойынша. Мен пациентімнен айнаны алып, өз-өзіне қарауды және есімін атап, мен сені жақсы көремін, және сен қандай болсаң да, сол күйіңде қабылдаймын деп айтуды өтінемін. Бұл кейбіреулер үшін мүмкін емес. Адамдардың қалай әртүрлі қарайтынын мен көріп отырамын. Кейбіреулері жылай бастайды, екіншісі ашуланады, ал үшіншісі ешқашан бұлай істей алмайтынын мәлімдейді. Менің бір пациентім айнаны маған лақтырып қашып кетті. Оған айналып келгенде жағымсыз эмоцияға берілмей, өзін айнадан көру үшін бірнеше ай қажет болды. Біздің ойымыздағыдай елестеткен проблеманың нағыз проблема болып шығуы сирек кездеседі. Мысалы, артық салмақты алайықшы. Адамдар жылдар бойы артық салмақпен күреседі, бірақ бәрібір семіз күйінде қалады. Сонда олар өмірлеріндегі барлық проблема олардың толықтығынан деп айта бастайды. Артық салмақ тереңірек ішкі проблеманың сыртқы көрінісі. Менің пікірімше, бұл әрқашанда қорқыныш пен қорғанысқа деген қажеттілік. Біз қорқынышпен өзімізге сенімсіздікті сезінген кезде, біз соншалықты жақсы емеспіз деп ойлаймыз. Көбіміз біздің ағзамызда қорғаныс қызметін атқаратын майлармен қапталамыз. Семіз болғаның үшін үнемі өзіңді тұқырту, артық желінген кесіктер үшін өзіңді кінәлі сезіну, уақытты босқа өткізу. 20 жыл өткеннен кейін де сіз семіз боласыз. Өйткені сіз нағыз проблемаға тіпті де маңайлаған жоқсыз. Сондықтан мен жеке өз басым әртүрлі диеталардан бас тартамын. Диета көмектеспейді. Жалғыз ғана ұсынысым. Бұл жаман ойлар диетасы. Менің клиенттерім семіз болғандықтан өздерін жақсы көрмейміз деп айтады. Ал мен түсіндіремін. Олар өздерін жақсы көрмегендіктен семіз. Біз өзімізді жақсы көріп, құрметтей бастаған кезде, барлығы да автоматты түрде ғайып болады. Ал нағыз проблема зиянсыз, құрттағандай айнаға қарайды да, пациенттің көңілі бұзылады. Мен масаттанып күліп, тамаша, енді біз нағыз проблеманы көреміз деймін. Мен онымен өзіңе деген махаббаттың маңыздылығы туралы қажеттілікпен әңгімелесемін. Ешқандай сылтаумен, ештеңе үшін мінеуге болмайды. Содан өзіңе деген махаббат басталады деймін мен. Мен өз пациенттерімнен не үшін олар өздерін сынайды деп сұраймын да, соның ұзын тізімін жасаймын. Олар өте семіз, немесе өте арық, өте ақылды, немесе өте ақымақ, өте көріксіз, немесе өте әдемі. Аңғарсаңыз, әрқашан өте. Ақырында істің анығына жетеміз. Мен соншалықты жақсы емеспін. Ура! Міне біз нағыз проблемаға жетеміз. Олар өздерін сынайды, себебі олар жақсы емеспін дегенге сенуге үйренген. Біз бүкіл энергиямызды бір проблеманы шешуге жұмсауымыз керек. Махаббат, жетімсіздігі және өзіңе құрмет. Өзін жақсы көру тұрғысына ой тазалығы да өз үлесін қосады. Енді өткенге қайырылып қарайық, біз неге сенеміз? Кейбір жандарға өткеннің әсерінен арылу өте қиынға түседі. Сіз өз пәтеріңізді жинаудасыз делік. Ондағы кейбір заттарға сүйіспеншілікпен қарап, одан сайын әдемілеу үшін оның шаңын сүртесіз. Басқа заттар жөндеуді қажет етеді. Бұл фактыны сіз ойыңызға түйіп қоясыз. Сіздің пәтеріңіздегі кейбір заттардың ескіргені соншалық, олардан тезірек құтылу керек. Ескі журналдар мен газеттерді, керек емес кітаптарды сіз лақтырасыз. Және бұған бола ренжудің және ашуланудың жөні жоқ. Біз ойымызды тазартқан кезде де дәл солай болады. Кейбір танымдарымыз ескіріп, бізге олардан құтылу керек болса, оған бола ренжуге болмайды. Олар біздің өмірімізде өтіп кеткен.
Біз өзімізге бүгін түстік жасау үшін кешегі жуындыны қопармаймыз ғой. Болашақ өмірді жасау үшін ой жуындысын қопарудың да қажеті жоқ. Біздің кейбір шектеулі танымдарымызды қарап көрелік. Шектеулі таным. Мен онша жақсы емеспін. Оның түбірі әкенің өз сәбиіне үнемі сен ақымақсың деп айтуында жатыр. Шектеулі таным. Мен өзімді онша жақсы көрмеймін. Оның негізі мынада. Қызы әкесіне ұнаған нәрсені жасауға тырысқан. Олар еш нәрсеге келіспей үнемі ұрсыса береді. Қыз әкесінің қолдауын күтті, бірақ оның орнына қатал сынға ұшырап отырды. Қыз әкесінің жанын ауыртқан оның реніштері екенін түсінген жоқ. Сол сияқты әкесіндегі реніштер де оның өзінің жанын ауыртты. Шектеулі таным. Өмір қауіпті. Оның шығу негізі үрейлі әке. Менің басқа бір әйел клиентіме өмір қатал да қиын болып көрінді. Оған күлу қиынға түсті. Кейде бұлай істесе, осыдан кейін жаман бір нәрсе болардай қорқыныш пайда болды. Оны күлме, егер күлсең, одан ешқасан жақсы болмайды, деп қайталай отырып тәрбиелеген екен. Енді жаттығу. Бір парақ қағазда алыңыз да, сіз туралы ата-анаңыздың айтқан келеңсіздіктері тізімін жазыңыз. Қаз қалпында еске түсіру үшін ең аз дегенде жарты сағат керек. Олар ақша туралы не айтты? Олар сіздің денеңіз туралы не айтты? Адамдар арасындағы қарым-қатынастар мен махаббат туралы ше? Сіздің қабілетіңіз туралы ше? Егер қолыңыздан келсе, тізімге әділеттікпен қараңыз. Және өзіңізге, маған бұл ойлар қайдан келген деп айтыңыз. Таза парақ алайық та, одан әрі аздап жүрейік. Тағы кімнен сіз үнемі теріс пікір естідіңіз? Туыстардан, мұғалімдерден, достардан, билікке иелік етушілерден. Осының бәрін жазыңыз. Бұның бәрін жазған кезде байқаңыз, сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Сіздің қолыңызбен жазылған екі парақ қағаз. Бұл сіз тез арада құтылуға тиіс ойлар. Бұл сізге өмір сүруге кедергі жасап жүрген ойлардың дәл өзі. Өзіңді сәби етіп елестету. Егер біз 3 жасар сәбиді алып, оны бөлменің ортасына қойып, оған бар күшімізбен айқайласақ, оған ақымақ деп, және оған не істеу керектігін айтсақ, тіпті 1-2 рет ұра да аламыз. Онда қорыққан сәби бұрышта тыныш отырады, немесе өзін тәртіпсіз ұстай бастайды. Бұндай сәбилерде бар болғаны таңдаудың 2-ақ мүмкіншілігі болады. Бірақ біз бұндай сәбилердің шын мәнінде қолынан не келетінін білмейміз. Егер сол баланы алып, оған біз сені жақсы көреміз, қастерлейміз, ол ақылды, зерек, оның ойнағаны бізге ұнайды, оның қате істегені де тұрған таңқаларлық ештеңе жоқ. Оны барлығы да істейді, және біз ештеңеге қарамастан оны әрқашан жақсы көреміз десек, онда бұндай баланың мүмкіншілік әлеуетін тіпті де көзге елестете алмас едік. Біздің әрқайсымыздың жасымызға қарамастан көңілімізде осындай 3 жасар бала бар. Біздің өміріміздің сценарийінің негізі біздің ерте кездегі бағдарламамызда жатыр. Біздің бәрімізде олардың бізге айтқандары мен шындық түріндегі уағыздарын әзірлікпен қабылдаған тәртіпті үлгілі балалармыз. Бірақ тағы да бұл үшін отбасын кінәлап емес, түсініктің ең жоғарғы деңгейіне жету маңызды. Өткенді өзгертуге болмайды, бірақ біз өзімізге тамаша болашақ жасаймыз. Біз мұнда, мына жерге біздің шектеулерімізді жеңу үшін келгенбіз. Біз мұнда олардың бізге айтқандарына қарамастан өзіміздің ерекшеліктерімізге қайран қалу үшін келгенбіз. Сондықтан сіздерге шектеулеріңізді жеңу керек, ал маған өзімдікін жеңу керек. Міне, Луиза Хейдің өзіңді жақсы көруді дамыту техникасы берілді. Қайтадан тыңдап, жазып алып, техниканы практика жүзінде жасауды ұсынамын. Сіз ең керемет жансыз. Өзіңізді жақсы көруді дамытыңыз. Және неше рет жасап көрдіңіз,
қандай нәтиже алып жатырсыз? Видео астына пікір қалдырыңыз. Сіздің пікіріңізді қуана қабылдаймын, жауап беремін. Сізге рахмет. Бай, қуатты болыңыз.